Жалпы жарықты қабылдай алатын барлық оптикалық құрылғылардың динамикалық диапазон деп аталатын қасиеті бар. Бұл егер өте қысқа да нұсқада айтатын болсақ, кадрда бірдей тұрған ең қараңғы және ең жарық объектінің айырмашылығы. Адамның көзінде бұл диапазон өте үлкен болады. Мысалы, егер түнде біз аспанға қарайтын болсақ, біз айды да, жұлдыздарды да бір уақытта анық көре аламыз. Ал фото және видео техникада бұл диапазон төмен. Сондықтан фото немесе видеоға біз бірден екі объектіні бірдей түсіре алмаймыз. Таңдау керек ай немесе жұлдыздар. Егер ұзақ экспозициямен түсіретін болсақ, ұзақ экспозиция дегеніміз ол камераның затворы 1 секундтан артық ашық тұрады. Соның арқасында камераға көбірек жарық түседі де суретте барлық жұлдыздар көрінеді. Бірақ